Оларды біз кию арқылы әннің ырғағымен ойнаймыз. Сосын балаларды қатарға тұрғызып, оларды шеңберге тұрғызып, арқаларын қалау, бастарын қалау арқылы сондай ойындар ойнатамыз. Бұл жерде бұлар гипс асық. Бұл жердегілер гипс асық. Мына іштегілердің бәрі асық, бұларды өзім құйған. Сосын мына жерде мұны бестемше жаңа әріптесім айтып өтті, 50 асық болады ішінде. Бұларда балалар мат тобында балалар көбірек ойнайды деген. Мына жерде шахмат шашка. Сосын мынандай бір ойыным бар. Бұл ойын асық шертпе деп аталады. Ортаға мына жерге көптеген асықтарды қою арқылы асықтарды қоямыз. Бәрін қойып, екі бала екі шеттен отырады. Сосын асықты шертеді. Шерту арқылы, мысалы осы сызықтан шығып кеткен асық осы баланікі болып есептелінеді. Бұл да саусақ моторикасын дамытуға күшті септігін тигізеді. Ана шахмат шашки дейміз. Шахмат ойнайды бұл? Не, асықпен. Екеуіне де асық қойып ойнайды. Шашқы. Бұның қарасына қара түсі бар, сосын ағына ақ түсі бар. Қарасық, ағасық. Ағына ақ түсі. Дой. Дой бойын. Асық арқылы ойнайды. Келесі мынандай асық футбол деген ойынымыз бар. Бұл ойында балаларға асықтар ортаға қойылады. Мұна ортаға қойылады. Өзінің таяқшалары арқылы, балалар ілгіш таяқшалар арқылы ойын басталғаннан кейін ілгішпен өзіне қарай тартады. Кімде неше асық болса, соған қарай ұпай саны жазылады. Бұнда да екі бала ойнайды. Келесі, мына жерде ұйқыдан тұрғаннан кейін ұйқы ашар ойындары бар бізде. Олар мұны асықтан істелінген. Балалар осыны басу арқылы ұйқыларын ашады. Сосын, мынандай әдемі көрнекіліктеріміз бар. Негізі бізде асықтан істелінген заттар көп еді. Бізге көп зат алып келмеңіздер дегеннен кейін бәрін алып